Кран. Бір қалада өте мейірімді, көмек есімді кран өмір сүріпті. Бір күні ол зырылдауық есімді мотоциклді жолықтырады. Зырылдауық: «Қайда бара жатырсың?» деп сұрайды көмектен. «Полиция көлігі шақырды. Жолда бұзылған көлікке жәрдемдесуге асығып барамын», деп жауап береді көмек. Біраздан кейін көмек оқиға орнына келіп, соғылған көлікті көреді. Төбесіндегі қақпағына зақым келген автокөлік төмен қарап, мұңайып тұр екен. Сол жерде жүрген полиция қызметкерлері көлікті көмекке тіркеп береді. Кран бар күшімен машинаны тарта жөнеледі. Бұзылған көлікті қажетті жерге жеткізген соң, көмек қайтадан жолға шығады. Ол енді Төре есімді джип көлігін кездестіреді. Көмек оған қайдан келе жатқанын айтады. Қиналған машинаға қол ұшын берген көмекке джип риза болады. Біраз әңгімелескен соң, екеуі өз бағыттарымен кетеді. Жолын жалғастырған көмек жол шетіне шығып, аударылып қалған жүк көлігін көреді. Көмек ойланбастан жүк көлігін сүйреп алып шығып, тігінен қояды. Жүк көлігі оған риза болып рахмет айтады. Оған көмектесе алғанына көмек те қуанады. Көмек өзінің шаршағанын сезеді. Біраз демалғысы келіп, теңіз жағалауына барады. Енді тынық қалып жатыр еді, «Өтінемін, көмектесіңдер», деп айғайлаған кеменің дауысын естиді. Кеме батпаққа батып қалыпты. Одан шығуға өзінің шамасы келмей жатыр екен. Көмек тездетіп кемені батпақтан суырып алады. Қуанышы қойнына сыймаған кеме алғысын айтып, ары қарай жүзіп кетеді. Көмек келген жолымен кейін қайтып келе жатқанда бір автобусты кездестіреді. Автобус одан: «Сәлем, достым, қайдан келе жатырсың?» деп сұрайды. «Сәл тынығып алайын деп теңіздің жағасына барған едім. Сол жерде балшыққа батып қалған бір кемеге көмектестім. Сен сондай жақсы кран екенсің», деп автобус кранға ризашылығын білдіреді. Біраздан соң көмек қалаға келіп кіреді. Жол жөнекей, ол бір шағын автобустың оқыс оқиғаға тап болғанын естиді. Оның дөңгелегі шұңқырға түсіп кетіпті. Ал көтеріп шығуға ешкімнің шамасы жетпей тұр екен. Шағын автобустың үстінде отырған бірнеше бала көмекті көріп, «Өтінеміз, бізге көмектесші», деп жалынады. Көмек шағын автобустың дөңгелегін шұңқырдан суырып алады. Шағын автобус оған алғысын айтып, ары қарай кетеді. Біраздан соң көмекті кемелер аялдайтын айлақ тұрғызып жатқан құрылысшы инженерлер өздеріне шақырады. Көмек кеш батқанша құрылысшыларға көмектеседі. Құрылыстағылар үйлеріне қайтқанда, көмек сәл тынығып алайын деп құрылыс алаңында қалады. Біраздан соң демалып жатқан кранның жанына гүрілдеп бір тікұшақ ұшып келеді де: «Сәлем, қал жағдайың қалай? Қатты шаршағансың ғой деймін», деп сұрайды. «Күні бойы тыным таппай жұмыс істедім. Енді шаршағанымды сезініп тұрмын», деп жауап береді көмек. «Кемелер аялдайтын айлақ өте жақсы салыныпты. Осы құрылыста жұмыс жасадың ба?» «Иә», деп жауап береді кран. «Бұл жобаға мен де атсалыстым. Осы жерде жұмыс істейтін құрылысшы инженерлерге көмектестім. Сен өте ақылды әрі мейірімді екенсің», дейді де тікұшақ ары қарай ұшып кетеді. Көмек түнде үйіне қайтып келе жатыр еді, кенет науқас адамды ауруханаға апара жатқан жедел жәрдем көлігінің жүре алмай тұрғанын көреді. Себебі үлкен ағаш құлап, жолды бөгеп қалыпты. Көмек қасына келген кезде жедел жәрдем көлігі оған: «Жолдың ортасында жатқан мына ағаш ары қарай жүруіме кедергі жасап тұр», дейді. Көмек ағашты көтеріп, алысқа апарып тастайды. Осылайша жол ашылады. Жедел жәрдем көлігі оған ризашылығын білдіріп, өз шаруасымен кетеді. Көмек үйіне апаратын жолға түсіп, зулап келе жатқанда, алдынан бір спорт автокөлігі шыға келеді. Түн ортасы болды. «Жалғыз өзің көшеде не істеп жүрсің?» деп сұрайды ол көмектен. «Өз міндетімді атқарып, үйіме қайтып барамын. Спорттық автокөлік сау бол», дейді де көмекті артқа тастап, ызғытып кете барады. Сәлден соң қатты шаршаған, бірақ өзін өте бақытты сезінген көмек те үйіне жетеді.
каналға жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпа.